Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ана көрген тон пішер. 6 сынып. Жаңа сөздер. Жаңа сөздерді оқып, дәптерге көшіріп жазамыз. Бірінші тапсырма. Сөздіктің көмегімен сөздердің мағынасын анықта. Екінші тапсырма. Сөздердің аудармасын тауып, тапсырманы тест түрінде орындаңдар. Үшінші тапсырма. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ. Ананы сыйлау дегенді қалай түсінесің? Екінші сұрақ. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деген сөзбен келісесің бе? Неге? Үшінші сұрақ. Ананың туыстарын нағашы дейді. Нағашыларың туралы не айтасың? Төртінші тапсырма. Мәтінді оқып, орыс тіліне аудар. Мәтінге қарап, өз анаңды сипаттап жаз. Жетінші тапсырма. Жақшаның ішінен қажетті сөздерді таңдап, сөйлемді толықтырып жаз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.